Баршаларыңызға сәлем. Бүгін мен сіздерге ежик деген узор, кейбір жерлерде кукуруза деп айтады, узелки деп айтады. Осындай әдемі узорды қалай тоқитынын көрсететін боламын. Алдымен бізімізге 20 ілмек іліп алуымыз керек. Алғашқы сабақтарында менің ілмекті қалай бізге теру керектігін, оң және теріс ілмектерді қалай жасау керектігін көрсеткен болатынмын. Осылай енді бізге 20 ілмек іліп аламыз. Алғашқы ілмегімізді бізге жай ғана шешіп аламыз. Кейін аяғына дейін бір оң, бір теріс ілмек жасаймыз. Міне осылай. Бір оң, алдыңғы жақтан оң ілмек жасаймыз, және де алдыңғы жағынан теріс ілмек жасаймыз. Осылай аяғына дейін қайталап шығамыз. Бір оң, бір теріс. Міне соңына дейін аяқтап қалдық. Бір оң, бір теріс ілмек жасаймыз. Соңғы ілмегімізді біз әрқашанда теріс ілмек жасаймыз. Бірінші қатарды аяқтадық, екінші қатарға көшеміз. Алғашқы тұрған ілмегімізді жай ғана шешіп аламыз. Кейін бір оң тоқимыз. Оң тоқылған ілмекке оң тоқимыз. Оң тоқимыз. Екінші теріс тоқылған ілмекті жібімізді алды қарай өзімізге әкеліп, осылай накид жасағандай ілмегімізді жай ғана шешіп аламыз. Қайтадан оң тоқимыз. Жібімізді өзімізге қарай әкеліп, теріс тоқылған ілмегімізді жай ғана шешіп аламыз. Осылай міне соңына дейін қайталаймыз. Бір оң тоқимыз, және накидпен қоса теріс ілмегімізді тоқымай шешіп аламыз. Оң тоқимыз. Жібімізді өзімізге қарай әкеліп, теріс тұрған ілмегімізді шешіп аламыз. Оң тоқимыз. Өзімізге әкеліп жұмыс жібімізді накид жасап, теріс тұрған ілмегімізді шешіп аламыз. Осылай міне соңына дейін қайталап шығыңыздар. Бір оң тоқимыз, және де жібімізді өзімізге қарай әкелмесек, міне жіптің астынан бізімізді өткізіп, астынан, жоғарыдан емес, астынан өткізіп, теріс тұрған ілмекті шешіп аламыз. Бір оң, және де жұмыс жібіміздің астынан әкеліп, ілмегімізді шешіп аламыз. Бір накид, теріс тоқылған ілмекті шешіп аламыз. Және де соңғы ілмегімізді теріс тоқимыз. Екінші қатарды осылай аяқтадық. Үшінші қатарға көшейік. Үшінші қатар ілмегімізді жай ғана шешіп аламыз. Келесі тұрған ілмек пен накид, міне екі жіп тұрғанды қайтадан біздер накид жасап, бұны да шешіп алуымыз керек. Сол кезде үшеу болады. Міне осылай. Қайтадан оң тоқимыз. Келесі ілмегімізді, теріс болып көрініп тұрған ілмегімізді оң тоқимыз. Сосын ілмекпен накид жасалған ілмегімізді бір накидпен қайтадан шешіп аламыз. Міне өзімізге қарай әкеліп, жіпті ілмегімізді шешіп аламыз, накид жасалған. Оң тоқимыз. Шешіп аламыз накидпен бірге. Оң тоқимыз. Жібімізді өзімізге қарай әкеліп, накид жасалған ілмегімізді жай шешіп аламыз. Қайтадан оң тоқимыз, жібімізді артқа қарай апарып, накид жасалған ілмегімізді шешіп аламыз. Жұмыс жібімізді өзімізге қарай әкеліп, сонда үшеу болады бізде. Екі накид, бір теріс тоқылған ілмегімізді шешіп алғанда. Осылай міне аяғына дейін қайталап шығыңыздар.
Міне біздер аяқтап қалдық. Бір накидпен ілмегіміз жасаймыз, 10 тоқимыз, және де соңғы ілмегімізді теріс тоқимыз. Үшінші қатарды осылай біздер аяқтадық. Төртінші қатарға көшейік. Төртінші қатарда алғашқы ілмегімізді жай ғана бізге іліп аламыз. Содан кейін теріс ілмегіміз тұр, сосын накид жасалған ілмегіміз тұр. Теріс ілмегімізді 10 тоқимыз, және де 2 накид жасалған ілмегімізге теріс тоқимыз. Жібімізді өзімізге қарай әкеліп, теріс тоқимыз. Міне, қайтадан 10 тоқимыз, және накид жасалған ілмекті теріс тоқимыз. 10 тоқимыз, накид жасалған ілмегімізді теріс тоқимыз. Оп-оңай, осылай соңына дейін қайталап шығыңыздар. Соңына жетіп қалдық. Накид жасалған ілмегімізді теріс тоқимыз, соңғы ілмегімізді да теріс тоқимыз. Осылай міне төртінші қатар аяқталды. Бірінші қатардан төртінші қатарға дейін осылай тоқып шығасыздар. Өте оңай. Осы төрт қатарды қайталап, ежик узорды шығаруға болады. Алғашқы ілмегімізді шешіп аламыз. Алдыңғы жағынан 10 ілмек жасаймыз, бір теріс ілмек жасаймыз. Бір 10, бір теріс. Бірінші қатардағыдай. Аяғына дейін осылай қайталап шығыңыздар. Міне біздер аяқтап қалдық. Соңғы ілмегімізді да теріс тоқимыз. Бұл бізде 5-ші қатар, узорымыздың бірінші қатары. 6-ші қатарға көшеміз. Міне бізді алдыға қарай қарағанда, алдынан қарағанда өстіп бізде узорымыз жаймендеп көрініп келе жатыр. Осылай. Міне 6-ші қатарға көшіп жатырмыз. Узорымыздың, өрнегіміздің 2-ші қатары. Бір 10 тоқимыз, және де накид жасап, теріс тұрған ілмегімізді шешіп аламыз. Бір 10 тоқимыз, накид жасап, ілмегімізді шешіп аламыз. Осылай міне соңына дейін қайталап шығыңыздар. Бір 10 жасаймыз, 10 ілмек, және де накид жасап, теріс ілмегімізді шешіп аламыз. 6-ші қатардың соңына жетіп қалдық. Міне соңғы ілмегімізді да теріс тоқ. Келесі узорымыздың 3-ші қатары. Алғашқы ілмегімізді жай ғана шешіп аламыз. Накидпен жасалған ілмегімізді тағы да бір накид жасап шешіп аламыз. 10 тоқимыз, накидпен ілмегімізді, накид жасалған ілмегімізді шешіп аламыз. 10 тоқимыз, накид жасап, накид жасалған ілмегімізді шешіп аламыз. Осылай міне соңына дейін тоқыңыздар. Узордың 3-ші қатарын аяқтап қалдық. Соңғы ілмегімізді теріс тоқимыз. Мінекей, енді 4-ші қатарымыз. Алғашқы ілмегімізді шешіп аламыз жай ғана. Басынан санағанда, яғни 8-ші қатар. Теріс тұрған ілмегімізден 10 тоқимыз. Бір 10 тоқимыз, және де накид жасалған ілмегімізден теріс тоқимыз. Бір 10 тоқимыз, бір теріс тоқимыз. Накид жасалған ілмегімізді теріс тоқимыз, ұмытпаймыз. Бір 10 тоқимыз, және де накид жасалған ілмекті теріс тоқимыз. Осымен мен узорымды аяқтайын. Соңында бір 10, бір теріспен аяқтайын. Бір 10 тоқим, және де бір теріс тоқим. Аяғына дейін осылай қайталап шығам. Бір 10, бір теріс. Міне біз өрнегімізді аяқтадық. Ежик, кейбір жерлерде кукуруза деп айтады, немесе узелки деп айтады. Ешқандай қиыншылық жоқ. Менімен бірге тоқығандарыңызға рахмет.
лайк басып, комментарий қалдырып, подписка жасап кетіңіздер.